Саламатсыздар, қалдарыңыз қалай? Отбасыларыңызға бірлік, береке, әр істеріңізге Алла қайырын берсін. Жасап жүрген істеріңізге, қызметтеріңізге, жұмыстарыңызға Алла тағала берекесі берсін. Саламатсыздар. Мен деген вечерге баратырмын, вечер. Біздің Қайраттың несі, уже біздің туыстардың арасында бәрінде уже сондай уже прикол кеткен, вечер дейміз. Мен астаналық қыздар бүгін сол 8 наурыздың алдында әрі мереке, әрі ауызашарға деп, өшім соған баратырым деп қояды екен. Соған баратырым. Солай. Өздеріңіз қалдарыңыз қалай? Мереке құтты болсын, құтты болсын. Барлығыңызға жақсылық, амандық тілеймін. Саламатсыздар, саламатсыздар. Рахмет. Сіздерді де мерекелеріңізбен керемет, жақсы отырыс болсын дейді. Рахмет бәріңізге. Әлия, сен бриллиант сақинаңды жусайшы. Екінің бірі ондай бриллиантқа сыйлық ала бермейді ғой. Жоқ қойшы. Өзімнің әлім келетін қыздарым бар, өзі әлім келетін. Тиісіп отыратын. Бәріңізге рахмет. Бәріңізге рахмет. Амин. Бәріңізге рахмет. Амандықта жүздесейік. Барлығы жақсы болсын. Негізі жақсы болсын емес, негізі барлығы жақсы негізі. Барлығы жақсы негізі. Просто сіздер қай қырынан қарап тұрсыздар да. Ой, еще айфон алдым 17 деп қояды. В общем, жуатының көбейденді сен қыздың. Құтты болсын. Құтты болсын. Солай. Негізі адамдар өз өмірін өздері жасайды. Өздері жасайды. Ешкімнен ештеме күтпеңіздер. Ешкімнен ештеме күтпеңіздер. Ой жаным, Астанаға барғанда ресторанға, концертке шақырамын, жездем екеулеріңізді дейді Қайрат. Амин. Я деді Әлия. Ана, Шымкенттегі шустрый қыз. Қыздарды бәрін, ауыз беріп, осы поздравить етем қыздарды, аналар күнімен. Қайрат сіздердің барлықтарыңызды құттықтап жатыр. Бүгін жастары жап болсын, жақсы бәрі болсын. Бұл сіздің бірде бәрі жақсы болсын. Сіздерге жақсы болсын деп жатыр. Барлығымызға жақсы болсын деп жатыр. Ой жандарым, менің құрдастарым. Менің құрдастарым. Менің де құрдастарым да болсын. Мен деген тыныш жүрген жоқпын. Мен деген мынау қазіргі ортада жаңа лепті алып келе жатырған адаммын. Жаңа леп, жаңа толқынды алып келе жатырмын мен. Бізде осы мемлекет өмірінде, мемлекет тарихында ойып тұрып орын алуымыз керек та. Мен сол лепті өзім сүйреп келе жатырмын. Өзім алып келе жатырмын. Мен Аллаға деген сенімім сәт сайын күшейіп келе жатыр. Болды. Кәдімгідей лепті алып келе жатырмын. Мен өткенде қазақ радиосына барған кезде, сол кезде айттым ғой, даже өздеріңіз естідіңіздер ғой, журналист ханымның айтқанын. Бір өзіңіз келесіз деді ғой. Мен білем дейді, біраз адамдарды білемін деді. Вот сіз дейді, өзіңіз сүйреп келесіз, өзіңіз жарып келесіз дейді. Мен күлдім да қойдым да. Шынымен деді. Мен де білмеймін, енді бір күш бар болды. Прямо тарта берем. Қайрат мені Титаник дейді. Титаник. Ол Титаник деген, ол Титаниктің анау суға батып кеткен айтпайды. Олай емес. Ана
бетім қайтпайды, болмаймын. Кейде шынымен де өзімді былай ұрынып қалып атам өзімді, бірақ сонда да болмаймын да, болмаймын. Соған айтады мені Титаник дейді. Ана жарып өтетін, андай тесіп өтетін қасиетіме қарай айтатын шығар. Титаникім менің дейді. Оған мен мәзбін. Оған мәз боламын. Солай. Сондықтан да новая волна, новая, жаңа волнаны алып келатырмын мен. Жаңа толқынды алып келатырмын. Солай. Осы жерде бар ғой, Қайрат. Ең бірше кездері мен машина жүргізіп жүрген осы жерде шатысатындым. Қара, ана светофор мен мына светофордың арасы бар ғой. Какой-то 50 метров. Екеуі бір жерде бар, Вот адам шатыстырады, е? Осындай ойнап тұр ғой. Адам шатыс қазір үйреніп алдым уже. Ең бірше кездері түсінбейтін тұғым. Арасы 50 метр. Зачем екі светофор қатар қойған деп? Біреу ана жаққа қалған ғой, мына светофорлардың. Иә, қазір түсініп алдым уже. Давай, бас жолың болсын. Жынды нұрша деп тұр. Штраф кесе қой, сосын ренжейді. Қарасай, жаман нұрша депті. Вперед, алдыға тартамыз. Мынадай уақытта, мынадай заманда грех жаловаться, ұят. Жаловаться ету ұят. Болды, ой, ұят. Все. Кім, кто, как поймет, өздеріңіз білесіздер. Өздеріңіз білесіздер болды. Бас айтып. Ұят, жаловаться ету ұят. Бәріңізді мерекелеріңізбен. Автобус өтті ме? Торым жүріп келатыр, е? А? Ей, жындырмысың. Жақсы көрем. Жақсы көрем. Кеше бір қыз сөйлесті менімен. Тамақ пісіреді екен. Не? Онда не дейді? Кондитер дей ма, кулинар дей ма, білмеймін енді. Повар дей ма, әлде, не знаю, тамақ пісіреді екен. Маған, Гүлнара тәте, мен сіздің оқырманыңызбын, көмектесіңізші. Не болды? Инстаграмдың қандай мұндай? Қарасам, несі бар ғой, подписчиктерім менікінен көп. Менікінен көп подписчиктер. Ей, жаным-ау, деймін да, сенің подписчиктерің менен көп қой десем. Ой, тәте, дейді да, солай. Енді айтып атыр да, мен айтым, солай ма? Енді менен қандай көмек керек көп тұрып ота десем, дейді, что-то дұрыс жасамай тұр бірдемені дейді да, нені дұрыс жасамай тұрсың? Что-то бұлай болмай тұр дейді да. Айтам, конечно, деймін да, потом уже сен андағы әлеуметтік желіге байланып қалып тұрсың деймін да, иллюзияға байланып қалып тұрсың. Сен де андай мынадай программа тұр деймін да, как будто андай күнде инстаграмға шықпасам, менің просмотрым төмен түсіп кетеді, күнде жаңағы инстаграмға шықпасам, маған келетін ақша азайып қалады деген, сондай сенде сондай ой қалыптасып қалған, сондай десем, установка бар десем, мә дейді да, тәте, мә жардыңыз, шынымен де осындай бар менде дейді да. Мен жарайды енді деймін, вот сен күндегін инстаграмға шығып жүрсің, саған күндегінде ақша түсіп жатыр ма деймін да, жоқ дейді, жоқ. Мен сенің просмотрың менікінен көп екен деймін да, сенің подписчигің менікінен көп екен деймін да. Сонда видишь, говорю, сенің қателігің қайда тұр? Сен просто моментальный ғана, сол инстаграмға шықсан ғана, сен сол кайфты ғана, сол кезде ғана ұстап тұрсың деймін да. Олай болмайды деймін, олай болмайды. Наоборот надо. Десем, ол қалай дейді, мен айтам, ол былай. Мә дейді, шынымен де солай екен тәте дейді да, мен шынымен де солай екен. Инстаграмға шықпасам, мен как будто бір адасып қалған сияқтымын. Инстаграмға шықпасам, как будто мен ешкімге керек жоқ сияқтымын. Инстаграмға шықпасам, как будто мені біреу адамдар ұмытып кететін сияқты дейді да. Мен айтам, жоқ олай емес қой деймін да. Олай емес қой. Әлі жазып отыр ғой, иә. Вот солай да, мен айтам, олай жұмыс жасамайды деймін да, олай жұмыс жасамайды. Мен айтам да, мен инстаграмға шыққым келсе ғана шығамын деймін да. Шыққым келсе ғана шығам, шыққым келмесе шықпаймын мен. Вот сондай, до такой степени, сондай состояниеге өсу керек деймін да. Бір күні мынау әлеуметтік желі жоғалып кетеді.
В каком смысле жоғалып кетеді? Мынау жер жоғарыға көтеріліп бара жатыр ғой. Сол белдеуден өтіп кетеді, бітті. Әлеуметтік желі бірақ сәтте жоқ болып кетеді. Сонда не істейсіңдер? Сол кезде вот депрессияға түскеннің, стресске түскеннің, сол кезде адамдардың өздері қол жұмсап, талай адамның қырылған сол сәтте көресіздер. Неге? Потому что олар әлеуметтік желіге уже байланған. Болды. Байланған. Олар сондай көтере алмай қалады. Әлеуметтік желі бір-ақ күнде жоқ болып кетеді, бітті, өздерін өлтіріп жібереді. Сондай состояниеге уже байланып қалған. Вот, солай. Сондықтан да байланбау керек. Байланбау керек. Кайфты ловить ету керек. Прямо ловить ету керек болды. Сондай состояниеге өсіп кету керек. Прямо өсіп кету керек. Вот шынымен де мен күлдім әлгі қызға. Күлдім, ей жаным деймін. Сенің подписчиктерің менен деген бар ғой, бәленбай есе көп екен. Рас айтам. 2 есе емес даже 2 есе емес. 4 есе ма? Толып жатыр подписчигі. Мен де жөн десем, ой тәте ол былай ғой дейді да маған. Мен оны білем негізі, былай білем да. Енді мына мен қанша деген кішкентай болғасын, все-таки ол маған как сіңілім деп қараймын да мен. Ол все равно мен жанашырлықпен қараймын оларға. Ол себебі менен кішірек олар. Кішірек. Енді мысалы үлкен тәтем бар өзінің осында. Қаламқас деген, Кейжеш деген туған тәтелерім бар. Жаным жеркелеймін ғой, кәдімгідей барам, айтам. Үйлене барғанда айтам. Менен сұрайды, Гүлә қандай тамақ істеп қояйын дейді. Мен айтам, мындай істеп қой деймін. Тыққан-пыққандарын түгел шығарыңдар деймін. Открыт айтам. Кәдімгідей айтам. Тыққан-пыққандарын шығарыңдар, түгел шығарыңдар маған. Потому что мен кішкентаймын да, кішімін. Сосын мен айтам, сестренкаларың келе жатыр деймін. А мен өзіне кіші сіңіліме, өзіне кіші інілеріме, жоқ мен олай қарамаймын. Мен өзіне кіші інілеріме, кіші сіңілдеріме жанашырлықпен қараймын. Себебі мен олардың тәтесімін. Мен олардың үлкенмін, мен тәтемін оларға. Вот солай. Сіздер өмірді солай нетіп алыңыздар. Солай, мұрным қышып жатыр. Солай түсініп алыңыздар. Вообще өмірді түсіну керек. Бізде бір-ақ позициядан ғана қарайды да. Мысалы, адам келін ба, келінді келін деп қана қарайды, болды. Вообще, келінді келін деп, келінді күң қып жұмсау, келінді құл қып жұмсау, ол біздің қазақтың тарихында болмаған дүние. Сенбесеңіздер, қопарып оқыңыздар ана тарихты. Қазақ халқы келін дегенді кәдімгідей құрметтеген. Себебі ол сол рудың, сол ұлттың баласын дүниеге әкелетін адам. Қыз әкелмейді ғой, қызды басқа бір руға беріп жібересіздер ғой, келін әкеледі. Сондықтан да келінді құрметтеген. Мынау келінге келінді күң деп қарау, келінді құл деп қарау, ол бізге мына көрші мемлекеттерден кіріп кетті. Біздің көрші мемлекеттерден кіріп кетті, ол болды. Басқа мемлекеттерден кіріп кетті. Біздің мына басқалар басқа жақтан білім алып келеміз деп қатынды құнсыздандырып жетті. Рас айтам, әйелдерді құнсыздандырып жетті. А біздің қазақ халқы олай қарамаған. Қазақ халқы мынау келін дегенді құрметтеген. Себебі ол менің келешек ұрпағымның анасы ол. Вот себебі оның ұрығы миллион жерден алтын болса да ол жататын жер керек. Ол келіннің жатыры. Келіннің жатырында жатады ол. Еркек миллион жерден алтын басты, бір жері бриллиант болса да. Вот, оны барлығын тереңнен оққанда біздің қазақ халқы. Келінді келін деп қана қарайды да, жоқ. Келіннің де жаны бар. Келіннің де мінезі бар. Сіздер оны адам деп қараңыздар. Адам. Сіздер сол кезде мынау әлемге, мынау өмірге көзқарастарыңыз өзгереді. Сол кезде сіздер адамдарға өкпелемейсіздер, сол кезде ренжімейсіздер. Күйеу баланың да жаны бар. Атаның да жаны бар. Әкенің де жаны бар. Шешенің де жаны бар. Ененің де жаны бар. Жаны бар. Олар адамдар. Олар да шаршайды, олар да ренжиді, олар да ашуланады. Просто сіздер адами тұрғыдан қарау керек. А почему келін неге ренжімеу керек? Неге шаршамау керек? Күйеу бала неге ренжімеу керек? Неге шаршамау керек? Ата неге ренжімеу керек? Неге шаршамау керек? Шеше неге ренжімеу керек? Неге шаршамау керек? Че, робот па не олар? Вот так вот. Просто былай, әр нәрсені өзі атымен бит қараңыздар, сол кезде ешкімге ренжімейсіздер. Сол кезде ешкімге ренжімейсіздер, болды. Бір адамның мойнына бәрін ілік қойып, жан-жақта бетіп қарап отыр. Немене соншама ол? Ана Авиценна деген фильмді қараңыздар. Авиценна деген фильмді қарасаңыздар, ол фильмде прямо сөзді есту керек. Есту керек. Мықты сөздер айтылады. Түсіндіңіздер ма? Міне дұрыс айтып отыр. Дұрыс айтасың, бізге кірмей оғым. Өте дұрыс. Шынымен де. Қазақ халқының тарихын қараңыздар. Келінді никогда кемсітпеген. Ешқашан кемсітпеген келінді. Кәдімгідей келінге өте үлкен құрметпен қараған.
құрметпен. Неге? Себебі келін сол рудың баласын туады. Келін өзінің руын тумайды. Алла сақтасын. Ондайдан Алла сақтасын деу керек. Сондықтан да біздің қазақ халқы киелі қазақпыз. 7 атаға дейін қыз алдыртпаған. Сол қанымыздың тазалығын мынау басқа шетелдік ғалымдар деген көздері бақырай банкып отырған жоқ па қазір? Қазір банкып отыр да. Сонда біздің қазақ халқы баяғыда біліп қойған соның барлығын. Барлығын ана жақтан білген. Вот солай. Енді кеп мынау сырттан кіргендер, ан жаққа мына жаққа кір суға жуынып келгендер кеп, біздің сол қазақ халқымыздың сол түп тамырымыздан келе жатырған ДНК-дағы бағдарламамызды өшіргісі келіп тұр да. Көрінген жақтың боқсыздығына жуынып келіп. Рас айтам. Жарымай жүрген елдерде қайдағы бір білім, өздеріңіз ойлаңыздаршы. Қайдағы бір жетіскен білім? Өздерінің боқтарына, өздерінің сүттерін жуынып жатыр. Еще сол жаққа барып білім алып келдік деп қояды. Ей, жандарым, мынау қазақ халқынан артық білім жоқ. Просто жай бір семьяны қараңыздар да, соны ғана жай бақылап отырыңыздар болды. Вот солай, түсіндіңіздер ме? Сондықтан да адамды адам деп қараңыздар. Мен шабыттанып кетем да, айға шабыттанып кетем. Осылай шабыттанып кетем. Квантовый скачок, квантовый скачок. Квантовый скачок, секіресің қайтадан төмен түсіп кетесің, секіресің қайтадан шеге ұстап кіріп кетесің. Олай емес, квантовый скачок переход жасау керек. Квантовый скачок переход жасау керек. Елдің барлығы ойлайды, квантовый скачок. Квантовый скачок жасадың ба, переход жасадың ба, сенің бойыңдағы қабілетің оянып кетеді, болды. Вот сол скачок, сол переход. Сенің бойыңдағы қабілетің оянады. Қабілет оянады. Болды. Сол кезде әлемді түсіне бастайсыз. Мынау қалай жұмыс жасайды? Мынау былай екен ғой деп. Түк қиындығы жоқ. Солай. Адамдар өздері жасайды, өздері творить етеді. Сіздің арқаңыз бар ғой деп қояды. Мен арқам бар деп қойшы. Енді ол логикасы прямой адам айтса, арқам бар ғой деді да, мен түсініп отырмын, сіздің не айтып жатқаныңызды түсініп отырмын. Рахмет. Иә. Шабыттанып кетем ғой мен. Шабыттанып кетем. Үйде уже бірдеңе сөйлеп жатсам, мен айтам, Аллаға шүкір деймін да. Мынау әлеуметтік желі, интернетті, ой, Аллаға шүкір деймін да, Аллаға рахмет деп жасап қойған. Әйтпесе бар ғой, мен үйдегі адамдардың барлығын бар, уже әбден менің айтқаным уже не болып кеткен ғой жандай. Қалайша айтсам екен. Сен эфирге шықпайсың ба дейді ғой маған, біз үйдің адамдары бар ғой, сөйтеді уже. Кәдімгідей сөйтеді. Мен уже бірдеме айта бастасам бейді, мам, эфирге шықпайсың ба дейді да, уже понятно, ол түсінікті уже. Ол түсінікті, значит, мен уже көп сөйлеп кеттім деген сөз ғой. Көп сөйлеп кеттім деген сөз ғой. Ой, Аллай. Мына кванттық физикада былай. Электрон ұшпаса, жауыр болған дейсіз бе? Иә, жауыр болған ғой уже үйдегілер. Былай ғой, если электрон ұшпаса, орын босамайды. Электрон ұшты ма, оның орнын кемтік деп атайды. Оның орнын кемтік дейді. Физикада бар ол. Физиктер біледі ол. Кемтік дейді. Енді дальше кеттік. Если сіздің өміріңізде өзгеріс енгенін қалайсыз ба, ендеше сіз орнын ауыстыру керек. Значит, орын ауыстыру не? Кванттық секіріс жасадыңыз ба, переход жасау керек. Переход. Сосын не істейсіз? Сосын сіз бірдеме алғыңыз келе ме? Беріңіз. Болды. Алғыңыз келе ме? Беріңіз. Жоқ қой, немді берем, жоқ қой, немді. Отырасыз тағы да 10 жыл солай. Болды. Вот адам ояту керек өзін. Адам ояту керек. Құранда бәрі жазылып тұр. Түгел жазылып тұр. Қалай дейсің? Солай дейді. Я, мына өмір сынақтарға, қиындықтарға толы дейді, бірақ выход бар дейді. Өзің зұлымдық жасама дейді. Өзің зұлымдық жасама дейді. Апана дейсің да. Оқыңызшы, Құранды оқыңызшы. Керемет. Бірақ бізге уәде бермейді. Профи дейді, мынаны былай істеме, мынаны былай жасама дейді да. Жасама дейді. Жасама деп тұр. Жасама. Зұлымдық жасама өзіңе дейді. Жасама зұлымдық.
түсіндіңіздер ба? Вот просто и все. Соны жасай бастаңыз, болды. Сіздің армандарыңыз тап сол отырған орныңызда орындалады негізі. Ан жаққа барсам орындалады, мына жаққа барсам орындалады. Жоқ, тура отырған жеріңізде орындалады. Адам түсіну керек. Тап қазір, здесь и сейчас. Қайда қайрат? Қалай келе жатыр? Былай бұрыласың ба? Жоқ. Оған неге ұру керек? Бұрылмау керек қой, тіке жүру керек қой. Мен жақтан түсіп қалам ба? Ана жерде көрсетейін, біледі. Мынау емес па? Қазір көресің бе? Сен тіпті бар ғой жаным, сен картаны жатқа білетін адамнан сұрадың ғой. Картаны жатқа білетін адамнан сұрадың ғой. Қайсы? Қайсы? Осы ғой. Осы ма? Қана. Неге жазылып тұр? Адасып кетпейін өзі қайрат. Осы ма точно? Қарап келсей ме? Қарап келсей? Ана жаққа барып келем ба? Енді мен бұратын жер жоқ. Соған жерде машина қойдым ба? Болды, осы. Точно? Болды, кел. Ал давайте, мен әке қолым. Қалай, Қане? Осы қайрат, осы. Осы ғой? Осы ма точно? Точно. Осы ғой, мынаны тура алдында тұрған. Осы ана ресторан ғой. Бопты, жаным. Рахмет. Жолың болсын. Қайда барсың? Мынау кім соткысы? Менікі. Алло? Мейрамдамыз. Мында келдім. Келді, мына кісі келді. Ол кісіні көрмей тұрмын, мына терезеден қарап тұрмын мен. Терезесі қай жерде терезе? Қазір барам. Барам деп отыр. Қазір барам. Машина ашып жатыр ғой. Көрдіңіз бе? Ал давайте сау болыңыздар. Мен уже кісілер уже терезеден көріп, неден прямой эфирден көріп тұрмыз дейді да? Барамыз. Минут ма? Давайте.